Достар, бүгінгі біздің шолу жасайтын кітабымыз ол Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша кітабы. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар, классикалық шығармаға айналған кітаптардың бірі деп айта аламын. Бұл шығарманың мен үшін үш ерекшелігі болды. Оның біріншісі coming of age. Бұны әрине баспагерлер роман дилогия деп сипаттайды, бірақ мен үшін бұл шығарма coming of age шығармасы ретінде мен сипаттай алатын едім. Яғни ол не демек? Белгілі бір кішкентай баланың үлкен ересек адамға айналуы, трансформациялану жолын сипаттайтын шығармаларға, романдарға біз coming of age деген сипаттама береміз. Яғни ол білеміз, Харпер Лидің To Kill the Mockingbird, Селлинджердің кітабы бар, Над пропастью воржи. Осылардың барлығы coming of age шығармалар болып саналады. Мен Ай мен Айшаны да солардың қатарына жатқызатын едім. Әрине, бұл жерде басты фокус кейіпкер Айшада, бірақ оқиға кімнің атынан баяндалады? Оқиға осы ананың баласы Барысханның атынан баяндалады. Сондықтан мен бұл шығарманы coming of age шығармасы ретінде белгілейтін едім, анықтайтын едім. Әрине, Барысхан әкесі халық жауы ретінде ұсталып кеткен кезде өте кішкентай жаста болды. Яғни оның ересекке айналуы тіпті жылдамдатылған процесс болды. Яғни күшпен жасалған процесс болды. Яғни 6 жасынан бастап колхоздың жұмысына араласты. Анасынан соңынан жүріп бауырларына қарады. Таңның атысы кештің батысына қарай колхоздың жұмысында жүрген анасына көмектесу үшін ол үйде бала қарап қалды. Яғни ол мысалы Том Сойер мен Гекльберри Финн сияқты ойнап күліп жүріп жаңағы ересек тұлғаға айналған жоқ. Оны күшпен ересек қылуға, оны күшпен үлкен адамның мойнына жүгін мойнына асып қойды деуге болады. Яғни заман сондай еді. Ол уақытта тек қана Шерхан Мұртаза емес, көптеген абзал азаматтарымыз шеттейінен жесір қалған аналарының соңынан еріп тез есеюге мәжбүр болған болатын. Одан кейінгі бір екінші ерекшелігі қазақ этикасы туралы айтатын едім бұл жерде. Яғни шығарманы спойлер жасамаймын, өздеріңіз оқып аласыздар. Маған ұнаған тұсы Айшаның баласына берген тәрбиесі, ол бойына сіңіргені, ол қазақ этикасы. Яғни өзін өзі ұстауы, топта сөйлеуі, мәнері, дастархан басында өзін ұстау. Сіз білесіз, ол репрессия жылдары, Ұлы Отан соғысы жылдары, Екінші дүниежүзілік соғысы жылдары қазақтың дастарханында мардымды ас болмаған уақыт. Сол уақытта балаларын мысалы қонаққа апарған кезде, немесе біреулер келген кезде столдың үстіне ас қойған кезде, яғни ересек адам бастамай асқа қол салмау, немесе жаңағы сұғанақтанып жемеу, жағы өзін өзі тарту, ұялу, шегеру сияқты белгілі бір қасиеттерді бойына сіңіріп өсірген. Егер шығарманы оқитын болсаңыз, сіз оны көресіз, айтады, ешқашан сұғанақтанба, немесе былай жеме деп тыйым салып отырады баласына. Яғни немесе бөлісіп жеңдер деген осы қазақтың этикасы маған қатты ұнады. Оны мен тіпті Бауыржан Момышұлының Ұшқания деген шығармасында да бар. Осы қазақ этикасы, әдебі, дастархан басындағы әдеп, осы Шерхан Мұртазаның шығармасына екеуін қатты ұқсастырады. Ол жерде бар. Одан кейінгі үшінші бір ерекшелік черный юмор деп айтып жатамыз ғой. Негізі Шерхан Мұртазаның бүкіл шығармаларында бұл қара юмор бар. Яғни Шерхан Мұртаза біз білеміз, ол кішкентай бала, мына оқиға бойынша өте көптеген травма басынан өткен. Әкесі халық жауға аттанады, қиналады, оларды тілдейді, күн көрсетпейді ауылда, тіпті туған кейбір туыстарының өзі теріс айналады. Бір кішкентай бала үшін бұл үлкен әрине травма, бірақ сол травма жеңудің бір жолы бәлкім бұл анасынан сіңген қасиет болар. Ол күлкі, әжуа, мысқыл. Бұны біз сөйлемдерінен көреміз. Яғни еріксіз сен бұл шығарманы оқып отырып жыламайсың, еріксіз күлесің. Яғни бұл не демек? Бұл бәлкім ол өзінің бір тактикасы шығар, яғни жауынан тайсалмау. Біз ойлаймыз мысалы, немесе сол уақыттағы адамдар ойлаған шығар, бұның әкесіз, жетім, біз бұларды жеңдік деп. Бірақ шын мәнісінде егер шығарма қарайтын болсаңыздар, олар жеңілген
тарап емес, жеңген тарап ол Шерхан Мұртазаның тарабы, яғни Айшаның тарапы болған екен. Себебі олар рухы күшті адамдар, олардың рухы жеңілмеген. Яғни қара юмор арқылы, сол әжуа күлкі арқылы біз соны түсіне аламыз. Ол сөйлемдер бар, мен мысал келтірмей ақ қояйын, бәлкім описаниеда жазып кетермін кейіннен мысалдарын. Бірақ мен үшін өте күлкілі тұстар көп болды. Яғни сіз жылайтын жерде, бірақ еріксіз күлесіз. Мысалы, фин агент келіп салық салады, иә, сол кезде Айшаның берген жауабы. Иә, мысалы, мына қызды жүнге ал, мына бала мені етке ал, мына баланы майға ал деп, сөйтіп жаңа фин агентті ұрсып қуып шығады. Сол бір өте бір күлкілі момент, былай қарасаңыз, иә, адам жылағысы келетін момент, бірақ Айшаның жаңағыдай реакциясы оны күлкілі қылып тұр. Яғни Шерхан Мұртазаның бұл бір фишкасы деп те айтуға болады. Иә, осымен мен шолуымды аяқтадым. Шығарма өте керемет. Мен бұны алғашқы рет 6 сыныпта оқығам. Қайта оқи бергім келеді. Қолыма қайта алсам, қайтадан баса алмай тағы да оқып шықтым. Егер тағы берсеңіз, тағы да оқып шығамын. Шерхан Мұртазаға үлкен респект. Бұл арада тағы да мен бір айта кеткен жайт, мен 5-ші сынып оқып жүрген кезде Астанада сол кісіні сыртта көріп қалған болатынмын. Бірақ мен енді баламыз ғой, ештеңені ұқпаймыз. Сол кезде деймін, неге қасына барып, амандасып, қолынан сүйіп батасын алмадым екен. Қасымда үлкен тәтем болды. Не ол кісі айтпаған, просто кетіп бара жатқан адамды маған нұсқады. Анау халық жазушысы Шерхан Мұртаза деп. Оның қасына бару, сәлемдесу, батасын алу деген бір керемет мүмкіндік енді болып тұрған кезде, Құдай берген кезде қасына бару. Мен сол үшін қатты өкінемін. Ал енді қош сау болып тұрыңыздар. Жаңа шоуларда кездескенше.